шегімсіз бір сәттік. Бүгін енді жаңағы осы үйде сақталынған суреттерге қарап, Шерхан Мұртазаны барлық ылғи айтады не деп. Журналист, жазушы, аудармашы, драматург, қоғам қайраткері, депутат деп жан-жағында қасында бірген жүрген кісілер айтады. Мен енді Шерхан Мұртаза фотограф деп айтқым келеді. Себебі мен есімді білгелі өзі 6-7 жасымнан бастап көкем үйге келген кезде, Алматыдан ауылға осы Талапқа келген кезде ылғи фотоаппаратпен келетін. Сөйтеді дағы суретке түсіріп бастайды, бәрін суретке түсіреді. Біздің өзіміздің бала кезіміз қой, сол кездегі бала кезімізде біздер түсіреді әртүрлі жағдайларда, мысалы мынау кейіннен түсірілген суреттер, мұнда солай бәрін суретке түсіреді. Мынау біздің осы көршінің бала шағасы, мынау қызы Алма, мен, Батылжан, көршінің балалары, мынау Әлижан, осылай өстіп суретке түсіреді. Апамды түсіреді. Содан кейін барып, ол суреттер түсіргеннен кейін үнсіз қалмайды. Алматыға кеткеннен кейін оларды шығарадығы почтадан хатпен салып жібереді. Және мынаны пәленшеге беріңдер, мына суретті жоғалтпаңдар, бірақ экземпляр, тағысын сондай, міне Түспалық деп өзі ат қояды. Бірақ экземпляр сақтаңдар, қаппалық түспеді-ау деп өкініп тұрған, осы сияқты суреттер түсіріп салып жіберетін. Мен өзім почтальон атамызды күтіп жүретінбіз. Почтальон атамыз, сол анау Аймен Айшада аты аталатын Оспаналы атамыз. Сол кісіні күтеміз, ол әкеп береді. Сен жаңағы әкем Батырхан көреді, мынаны пәленшеге апарып бер, мынаны пәленшеге апарып бер дейді, солай апарып береді. Сонымен көкем қолында үнемі зенит фотоаппараты болатын, үйге келеді, портфелінен шығарады. Ол пленкасы толып қалған кезде үйге кіріп, андай қалың тонның, пальтоның ішіне екі қолын салып, ол пленканы алып, қайтып жаңасын салатын. Соның бәрі мен көз алдымда. Одан кейін ол фотоаппаратты, қазір технологияның дамыған заманы, қазіргі балалар оны түсінбеуі де мүмкін. Қазір жаңағы өздер телефонына түсіріп ала қояды, интернеттен көшіріп ала қояды. Көкем мынау Қызыл Жебені Тұрар Рысқұлов туралы жазған кезде Москваның, Ташкенттің, Ресейдің қалаларының, одан бөлек Монғолияға, Улан Батырға барып архивтерде отырған. Сол кезде архивтегі материалдарды ол кісі жаңа фотоаппаратпен түсіріп келеді, дағы қағазға шығарып алады. Ондай шығарылған суреттерді біз орталыққа өткізгенбіз. Әшейін мен мынау көрсеткім келеді, мынау өзі сол түсіріп алған суреттердің ішінен. Мұнда енді Сейфуллин болу керек. Мынау Тұрар Рысқұловтың суреті, мынау Ақан сері депті, 1868 жылы түсірілген депті. Бір архивтен көріп алған ғой. Мынау бір түрік кісі осындай суреттерді Тұрар Рысқұловқа қатысты құжаттардың бәрін түсіріп алатын болған. Сөйтіп, сол бойынша кітап жазған кезде соларға қарап отырып жазатын. Одан кейін тағы да ол кісінің суретті фотограф ретінде айтайын дегенім, жаңа Лениншіл жаста жұмыс істеді, корреспондент болды, одан кейін барып редактор болды, қазіргі Егемен Қазақстан, Социалистік Қазақстанда жұмыс істеді. Барлық кезде жаңа фотоаппаратын өзімен бірге алып жүрген кезде жазған материалына қатысты, немесе жай ғана фотокөріністерді түсіріп алып газетке беретін. Мен дәл қазір қанша ойлансам да есіме түсіре алмай отырмын. Ол псевдониммен беріледі. Суреттің авторы Ш. Мұртаза емес, сол псевдонимін есіме түсіре алмай отырмын. Келешекте есіме түссе, оны айтамын. Так, Егемен Қазақстан, қазіргі Социалистік Қазақстан, Лениншіл жас
қазіргі жас алаш газеттерінде көкем үнемі өзінің түсірген суреттерін беріп отырған.